Хореография шартты белгілер жүйесі арқылы би қимылдарын жазу дегенді білдіреді. Би қимылдарын жазып алу тарихы ежелгі дәуірден басталды. 15 ғасырдың аяғы мен 18 ғасырдың басында Еуропада би қимылдарын жазуға алғашқы талпыныстар жасалды. Хореография өнері мамандығы шығармашылық жағынан ең қызықты және жұмысқа орналасудағы перспективалы бағыттардың бірі. Хореография ұжымының жетекшісі мамандығы қазіргі таңда сұранысқа ие біліктіліктің бірі. Хореография ұжымының жетекшісі өз мамандығының құралдары арқылы өзін-өзі дамытуға ұмтылуы, кәсіби икемді болуы және жалпы адами қасиеттердің, жалпы кәсіби және арнайы құзыреттердің жиынтығы болуы керек. Жалпы адамзаттық қасиеттерге шығармашылықпен айналысу, өзін-өзі ұстай білу, коммуникативті дағдыларды меңгеру хореографиялық этикаға жатады. Хореография ұжымының жетекшісі шеберлік деңгейі кәсіби қызметтің нақты талаптарына сай болуы және комбинацияларды құрастыру, сахналау жұмыстарын жүргізу әдістемесін білетін маман. Маңғыстау өнер колледжінде би ансамблі әртісі біліктілігі бойынша мамандар даярлайды. Болашақта хореография ұжымының жетекшісі біліктілігін ашу жоспарлауда.